армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін сіздерге жастайынан, сүйген жарынан айырылып, жесір қалған келіншектің тағдыры жайлы баяндамақпын. Жесірдің жан сыры. Мен Шымкент қаласының маңындағы ауылда туып өстім. Балалық шағым милиция қызметкері болған әкемнің ішіп алып, қатын-қалашпен қыдырып, анамды допша домалатып ұрып, теуіп, үйден қашып пысып жүріп бой жеттік. Сол кездері қатыгез әкем біздерді ішіп алған кезінде есікке тақап тұрғызып қойып, пышақ атқанда пышақ сусылдап жанымызға қадалып жататын. Жанымызды шүберекке түйіп тұратынбыз. Кейін ес білген шағымызда анаммен бірге нағашыларымызға кетіп қалдық. Осы кезде араға көп уақыт салмай, әкем біз кетіп қалғаннан кейін бір көңілдесімен ішіп алып, көлік жүргізіп кетіп бара жатып, жол апатына ұшырап қайтыс болды. Мен отбасында үлкені едім. Менен кейін сіңілім мен кіші інім болатын. Мен мектепті бітіріп, қалаға медколледжға оқуға түстім. Сол жерде оқып жүріп, болашақ жарыммен таныстым. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып отбасын құрдық. Жолдасымның ата-анасы марқұм болып кеткен, ағасының қолында тұратын еді. Мені де сол үйге келін етіп түсірді. Бастапқыда барлығы жақсы болғанымен, абысыным менімен күндестік жасап, бізді сыйғызбай үйінен қуып шықты. Сонан кейін Шымкент қаласына келіп, пәтер жалдап, жолдасым екеуміз жұмыс істеп тұрып жаттық. Өмірге бірінің соңынан бірі екі қыз баланы алып келдім. Жолдасым екеуміз әке-ана атандық. Кейіннен жолдасымның әпкесі мен жездесі Шымкент қаласының маңындағы бір ауылда тұратын. Жандарына шақырып, сол жақта жолдасым карьерге КамАЗ жүргізушісі болып, жұмысқа орналасып, жездесімен бірге жұмыс істеп жатты. Жағдайымыз жақсы еді. Алайда үлкен ақша бар жерде туыстар арасында түсініспеушіліктер болып, жолдасым жездесіне ренжіп, карьер басындағы қарауылмен арақ ішіп, сол түні қарауылдың будкасында өрт шығып, қарауыл екеуі будкадан шыға алмай, тірідей жанып кетіп, оқыс оқиғадан көз жұмды. Осылай жолдасым 31 жасқа енді жеткенде маған қош демей мәңгілік тыныштыққа кете барды. Күйеуімді жер ананың қойнына тапсырып, қайғыдан қара жамылып жерледік. Күйеуімнің жетісі өтті. Әр бейсенбісінде жалғыз өзім әйтеуір далбасалап, күріш басамын, картоп қуырамын. Бастысы дәукеніме арнап құран бағыштау еді. Екінші бейсенбісін жасап жатқанымда қайын әпкем келіп, сен қатын өзің білдіге санап, ақылдаспай, өзің өткізе бересің бе? Інімнің әр бейсенбілігін дейді. Мен ашуланып, құранға келді ме, жоқ менімен ұрсуға келді ме білмеймін. Сосын мен айттым, жағдайымды беске білесіздер. Өздеріңіз не істеп жатырсың, жағдайың қалай деп сұрамаған соң, тапқанымды дастарханға қойып, білгенімді жасап жатырмын да, дедім. Өзім күйеуімнің қазасынан кейін есімді жия алмай, қайғыдан қан жұтып жүрсем, қайын жұртым әрдемені айтып, менімен дауласып, ұрысып жүр. Күйеуімнің 40 күні өткен соң, анам, мұнда қалып не істейсің, не үйің жоқ, сені алып кетейін, мен не жесем соны жеп, не ішсем соны ішіп, жанымда боласың деді. Сөйтіп күйеуімнің жездесіне айтып, бар затымды жинап, КамАЗын күтіп, соған барлығын тиеп, төркініме келдім. Осы кезде жолдасымның көзі тірісінде, бірі үйінен қуып, екіншісі жолдасымның еңбегін жеген қайын жұртымнан қатты көңілім қалды. Сөйтіп 29 жасымда жан жарымнан айырылып, жесір атанып, екі қызыммен төркініме қайтып келдім. Төркініме келген соң анама айттым. Мама, мен пәтер жалдап өз алдыма тұрайын. Дегенмен өгей әкем бар. Бұл кезде анам екінші рет бір кісіге тұрмысқа шыққан болатын. Сіңілім оқу бітіріп тұрмысқа шығып кеткен еді. Бірақ енесімен дұрыс болмаған соң, анам сол ауылдан екінші үй алып қойған екен, сол үйге күйеуімен тұрып жатты. Інім үйленген, оның бала шағасы бар болатын. Анамдармен бірге тұратын. Бала болған соң менің қыздарыммен ұрысып, кейде келіспей қалар. Олардың арасына түсіп, келінмен жақсы болмай қалармын деп, анамның үйіне жақын маңнан жер үйден пәтер жалдап алдым. Анама сауда-саттыққа көмектесіп жүрдім.
Қыздарым анамның үйі мен екі ортада жүретін. Арада жарты жылдай уақыт өткен соң анам өз мамандығым бойынша ауруханаға жұмысқа орналастырды. Сөйтіп жүргенінде сіңілім сол тұрып жатқан анамның екінші үйін жасырын сатпақ болып, алдын ала әжептәуір төлемақы алып, күйеуімен Таразға көшіп кетіпті. Содан сатып алушылар келіп, үйді беріңдер, қалған ақшасын төлейік деді. Мен осы кезде ойлана келе анама айттым: мама, сол үйіңізді маған беріңізші. Мен үйсіз-күйсіз пәтерден пәтерде жүре беремін бе? Қыздарым да өсіп қалды, бірге тұрайын дедім. Сөйтіп анам жарты ақшасын тапты. Мен сол кезде балаларыма асыраушысы жоқ деген жәрдемақыға құжат тапсырып қойып едім. Сол ақшам жиналып түскен екен, айлығым бар, соның барлығын қосып, ол кісілердің ақшасын қайтарып бердік. Сосын анам ол үйді маған дарственный қылып атыма жазып берді. Сөйтіп екі ортада үйлі болып қыздарыммен сол үйге көшіп алдым. Үйге кіріп алған соң анам бір мал сойып, қан шығарып, Құран оқытып, үй тойын жасайық деді. Бұрынғы қайын жұртыңды да шақырайық. Қашанғы олармен араласпай жүресің деп, менің қарсылығыма қарамастан той жасап қайын жұртымды шақыртты. Туған туыстың барлығы келді. Жақсы тілегін тілеп, ізгі ниетпен келгені бар. Одан қалса осы жесір қандай үй алыпты деп, жай қызығушылық танытып келгені бар. Барлығы ішіп жеп, той тарқар кезде бір топ адам болып қайын жұртым келді. Анам мен інім оларды күтіп бәйек болып жатса, қайын әпкем тұрып, анама қарап сөйлеп жатыр. Кезінде біздің рұқсатымызсыз қызыңызды алып кеттіңіз. Кеткелі бір хабарласпады. Інімнің көзі болған қыздарды бір ертіп келіп көрсетпеді. Үй аламын десе, қолымыздан келген көмекті аямайтын едік қой. Енді өзіңізше болып, міне сендерсіз қызымды үй жай қылып қойдым, көріңдер дегенде шақырып отырсыз ба дейді. Мынандай сөздерді естіп тұрып, шыдай алмай, қайын әпкемнің қастарына жетіп бардым. Сөйтіп, оларға қарап: көмектескілеріңіз келсе, інілеріңіздің көзі тірісінде қайда қалдыңыздар? Жас отбасы едік, әке шеше жоқ, қаншама қиындықты бастан өткіздік. Жандарыңызға қарасамыз деп апарып алып, жұмысқа жегіп, үй әпереміз деп алдап, ақырында жолдасымның еңбек ақысын жеп, оның түбіне жеттіңіздер. Шешесіндей болдым деген абысыным анау айлықтарыңды бермедіңдер деп арамтамақ қылып ол қуып шықты. Қайта менің осылай үй жай болып жатқаныма қуанбайсыздар ма деп, қанша жыл жиналған өкпе ызамды сол жерде бірақ шығардым. Сөйтіп тойдың арты ұрыс-керіске ұласып, қайын жұртым өкпелеп қайтып кетті. Содан кейін олармен ара жігімді бір жолата үздім. Тойдан кейін күн суытпай жатып, үйдегі пешті жөндеу керек болды. Түтін шығатын жері дұрыс жасалмаған ба, қайта-қайта түтейтін. Сөйтіп сіңлімнің күйеуі жағынан бір жездесі бар еді. Сол кісі пеш жөндейді деп естіп, анам шақыртыпты. Ол кісі келіп, пешті түгел бұзып жөндеп берді. Кешкісін анам барлығымыз менің үйімде тамақтандық. Анам құда ғой деп бір жартысын ашып, құйып берді. Сөйтті де кеш болмай үйге қайтайын, құданы сосын шығарып саларсың деп үйге кетіп қалды. Қараңғы түсіп барады, әлгі кісі әлі отыр. Қыздарым ұйқысы келді. Сосын мен: құда кеш болды, рахмет сізге, енді үйіңізге қайтыңыз деп едім. Жақсы, жарайды деп сыртқа шықты. Мен ол кісінің соңынан шығарып салайын деп мен де шықтым. Сырттың жарығы күйіп кетіп еді, дала тас қараңғы. Әлгі құда бір кезде мені шап беріп құшақтап алды. Мен не істеп жатырсыз деп шошып кеттім. Сөйтсем, мені қабырғаға тақап алып, қолдары сумаңдап, бүкіл денеме жүгіріп барады. Өрікпіп, ентелеп, сүйіп, менің іш киімімді шешпекші. Мен айқайлайын десем, қыздарым қорқып қалады ма, көршілер естіп қойып жаманатты болам ба деп, тілімді тістеп қарсыласып жатырмын. Бір кезде үлкен қызым мама деп айқайлап сыртқа шығып қалды. Құдам осы кезде дереу есін жиып, қараңғыға сіңіп жоқ болды. Мен аяқ қолым дірілдеп, қызымды алып үйге кірдім де есікті құлыптап қойдым. Қыздарымды жатқызып еңкілеп тұрып жыладым. Жаңағы құданың іс әрекеті намысыма қатты батты. Бұл не қылғаны, қорғаны жоқ жесір деп басынғаны ма? Масқара. Осы кезде іште қатты қорланып ыза болдым. Мұны кімге айта аламын?
Анама айтсам, үлкен дау-жанжал болады. Екі елдің арасына сызат түседі. Оның үстіне көрші қолаң, ауыл аймақтағы адамдар не дейді? Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дегендей, мені кінәлап, өсектейтін шығар деп ешкімге тіс жармадым. Осы жағдайлардан кейін денсаулығым сыр бере бастады. Белдерім сырқырап, етеккірім бір келіп, бір келмей, денем бір ысып, бір суыды. Өзім жұмыс істейтін ауруханадағы әйелдер дәрігеріне көрініп едім. Ол кісі: гормондар ойнап жатыр ғой. Сіз әлі жассыз, тұрмысқа шығыңыз, сізге еркек керек дейді. Сөйтіп келгелі қырындап сөз салып жүрген ескі бір танысым бар еді. Денсаулығым үшін сонымен анда-санда кездесіп жүре бастадым. Ол әйеліммен ажырасып кеткенмін деген болатын. Сөйтіп күндердің күнінде менің асыраушысы жоқ деп алатын жәрдемақымды, айлығымды есептеп санайтын болды. Менен ақырындап ақша сұрайтын болды. Сөйтіп бір күні сменнен шығып, үйде ұйықтап жатсам, есікті біреу тоқылдатады. Есікті ашсам, есік алдында бір әйел тұр. Түрі ашулы. Сіз осындайда осындайсыз ба деп. Мен азаматтың әйелімін. Сіз оның көңілдесі екенсіз ғой. Ұялмайсыз ба? Менен байымды тартып алайын деп жүрсіз ба деп аузына келгенін айтты. Мен бастапқыда тосырқап қалғаныммен, кейін ештемені мойындамай қойдым. Ол әйелді жөнге салып шығарып салдым. Содан кейін әлгі азаматпен ара қатынасымды үздім. Ажырастым деген өтірік екен. Жай менің басымды айналдырып, алдап-сулап ақшамды алып жүрмекші болған екен. Мен ақымақ болыппын. Қанша жасқа келсем де, сол баяғы аңғалдығым қалмады. Өз-өзіме қатты ашуландым. Обал жоқ, өз-өзіме ақымақпын деп қатты кейіп ашуландым. Сөйтіп, онымен ара қатынасымды бір жолата үзіп, әрі қарай жұмысымды істеп жүре бердім. Осы кездері жолдасымды, Дәукенді жиі еске алатын болдым. Кейде көшеде кетіп бара жатып, Дәукеннің бейнесі көз алдыма елестеп кетсе, өз-өзімнен солқылдап жылайтынмын. Дәукен аққұба реңді жігіт еді. Жанымнан өтіп бара жатқан адамдар маған жылап кетіп бара жатқаныма аңқайып қарап қалатын. Осылай мәнсіз, мағынасыз күндерім өтіп жатты. Бір күні түннің бір уақытысында есікті біреу тоқылдатқаннан оянып кеттім. Ақырын барып, кім бұл десем, мен ғой әпке деп атын атады. Сөйтсем, құда балам екен, келінімнің туған ағасы. Бұл түнделетіп не істеп жүр екен, не жағдай болып қалды екен деп есікті аштым. Сөйтіп одан түннің бір уағында не істеп жүрсің десем, ол маған қарап: осы маңда жолдастарыммен дәмханада отырып едік. Ауылға қайтқанға кеш болып кетті. Қарындасыма барайын десем, құдағидан анаңыздан ұялдым. Аздап ішіп едік. Сіздікінде қонып кетейінші деген соң, құда бала болған соң, жарайды деп ішке кіргіздім. Жатын бөлмеде қыздарым ұйықтап жатқан болатын. Құда балаға қонақ бөлмеге төсек салып беріп, енді шығайын деп жатқанымда, жастайыңнан жесір қалып, еркек иісін сағынған шығарсың деп, білегімнен шап беріп ұстап алып, төсекке алып ұрып үстіме шығып алды. Оның мұндай тосын әрекетінен шошып кеттім. Одан мұндайды мүлде күтпеген едім. Құшағынан сытылып шығайын десем, еңгезердей жап-жас жігіт емес пе? Менен 3-4 жас қана кіші. Оған әлім келмей жатыр. Даусымды шығарып айқайлайын десем, қыздарым оянып кетіп, шошып қалама дедім. Әй, мұның не? Деп қарсыласып бақтым. Әлім келмеді. Ақыры ол дегеніне жетіп, мені зорлады. Мені зорлап қосылды. Ұят та болса айтайын. Сонымен болған соң, ашу ызаға булығып, болды ма, арам ойың іске асты ма, енді жоғалт көзіңді дедім. Ол болса киініп жатып, әпше кешіріңізші дейді. Мен ашуға булығып, жоғал енді, көзіме көрінуші болма деп, оны үйден қуып шықтым. Есікті құлыптап алып, отыра қалып еңіреп жыладым. Бөтен емес, мыналардың қорлығы-ай. Біріншісі өзімнің сіңілімнің жездесі, екіншісі келінімнің ағасы. Жалғыз жесірді басынған-ай деп, өз-өзіме қол жұмсап өлгім келді. Ашу ызамен ойым сансаққа кетті. Қатты қорландым. Сол кездегі жиіркенішті сезімдерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір кезде кіші қызым мама деп жылап тұрып кетті.
мені іздеп жатыр екен. Қасына жүгіріп бардым. Шошып оянып кетіпті. Қызымды құшақтап егіліп жыладым. Өз-өзіме қол жұмсап, өліп кетер болсам, екі қызымның күні не болмақ? Тұл жетім болып біреуге жәутеңдеп қалмайды ма? Қалайша бұларды қиып тастап кетпекпін деп, өлемін деген ойымнан өзім қатты шошыдым. Сөйтіп, өз-өзімді қолға алдым. Ертесінде анама айтып, жандарын шығартайын ба деп те ойладым. Олай істесем, інімнің шаңырағы шайқалмайды ма? Інім мұндай сұмдықты естісе, қайын ағасын өлтіріп қояр. Келінмен ажырасып кетіп, екі ортада балалар қиналар деп, өз-өзімді әрең тоқтаттым. Бұлай жүргенше, шал болса да біреуге тұрмысқа шығып кетейін. Әйтеуір қасымда бір қорған болатын еркегім болса болды деп ойландым. Сөйтіп, құда баланың масқара тірлігі жайлы ешкімге тіс жармадым. Сыртым бүтін, ішім түтін, жан дүниемді күйік шалып жүргенімде, бір құрбым, сені бір кісімен таныстырайын ба? Жассың ғой, қашанғы бұлай жүре бермексің деді. Ол кісінің 3 баласы бар, әйелмен ажырасып кеткен екен. Мінезі салмақты, жұмысы бар дейді. Мен жарайды танысып сөйлесіп көрейік деп қарсы болмадым. Дұрыс адам болса, ештемеге қарамай, соған тұрмысқа шығып кетемін-ау деп те іштей бекініп қойған едім. Жұмыстан кейін шағын дәмханаға барып, әлгі құрбымның танысымен таныстық. Сөйтіп, ол кісі мені танитын болып шықты. Қыз кезімде жаңадан жұмыс істеп жүрген кезімде бір жиында танысқан екенбіз, бірақ менің есімде қалмапты. Сөйтіп екеуміз сөйлесіп, ортақ бір шешімге келіп, екі жарты бір бүтін болайық деп үйленетін болып шештік. Көп ұзамай анамның алдынан өтіп, кішігірім туған туысты жиып, екемізді қиғызып үйлендік. Күйеуім басында жақсы жүрді. Кейіннен жайлап мінезі шығып, өзінше маған қоқаңдай бастап еді. Мен осынша жасқа келіп, өзімді ұрғызып, болмаса қорлатып қоймаймын. Отбасын құрамын, тыныш өмір сүремін десең, жұмысыңды істеп, жөніңмен жүр. Маған қыр көрсетіп, қол көтеретін болсаң, осында тамыр танысым жетеді. Қорғансыз деп ойлама, тиісті жазаңды бергіземін деп едім. Күйеуім осы сөзімнен кейін басылып қалды. Содан кейін үндемейтін болды. Осылай тұрып жаттық. Мен сменге кеткенде қыздарымды анамдікіне жіберемін. Жұмыстағы құрбыларым дегенмен біліп-білмей кеше ғана қосылдың күйеуіңмен. Өз әкелері емес, өгей ғой, қыздарға бірдеме істеп жүрмесін деп айтатын. Сол сөздерге көңілім секем алып, қыздарымды анама жіберіп жүрдім. Бір күні күйеуім мені отырғызып былай деді: мен сенің өзің жоқта қыздарды не үшін анаңа жіберіп жүргеніңді білмейді, сезбейді деймісің? Мұның еш қажеті жоқ. Қыздар үйде жүре берсін. Өзім қараймын. Бұлар да енді менің балаларым. Мен де әкемін, менің де ұл қызым бар. Осы себепті мен сенің қыздарыңа ешқандай қиянат жасамаймын деді. Мен оның бұл сөзіне қуанып қалдым. Сөйтіп, көңілім орнына түсіп, қыздарымды уайымдамай, сменге кеткенде үйге тастап кететін болдым. Жанымдағым сенімді азамат екен ғой деп, оған ішім жыли бастады. Бір-бірімізге ақырындап үйренісе бастадық. Елдер де маған басқаша қарай бастады. Осылай екінші рет тұрмысқа шығып, толыққанды отбасы болдым. Екінші күйеуімнің мінезі салмақты болды. Ашуланып ренжісіп қалсақ, тез қайта қоймайтын. Екеуміздің бір-бірімізге үйренісіп кетуімізге біраз уақыт керек болды. Күйеуім екеуміз менің үйімде тұрып жатқан болатынбыз. Еркексіз үй білініп тұрады ғой. Үйленгеннен кейін жолдасым үйге жаңа жөндеу жұмысын жүргізді. Күйеуім жан-жағын тазалап, қоршап, әдемі дарбаза қойып, үстіне навес жасап қойды. Үйге су тартқызып, бар жағдайымды жасады. Бау-бақша екті, гүлдер отырғызып, үйіміз жап-жаңа болып жайнап шыға келді. Өзі айтқандай, қыздарымды өз баласындай бауырына басты. Қыздарым да оны жақсы көріп әке деп атайтын болды. Мен сменнен бос уақытымда анама саудаға көмектесіп жүретінмін. Үлкен базар анамның үйіне жақын еді. Бір күні базар тарқаған соң, тауарды жинап, інімнің баласы екеуміз тәшкіге салып, үйге қайтып келе жатқанбыз. Тәшкі әжептеуір ауыр еді. Оны екеуміз ыңқылдап итеріп келеміз. Артымыздан бір жеңіл көлік келе жатыр екен. Жанымыздан өте бере қатты сигнал берді. Қарасам, баяғы құдашам, әрі құрбым болатын.
Осы екінші күйеуіммен сол құдашам таныстырған болатын. Біздің қиналып келе жатқанымызға қарап, қасындағы әпкесі екеу тырқылдап бізге қарап күліп барады. Інімнің баласы: «Әпше, ана көліктегілер бізге қарай саусағын шошайтып күліп бара жатыр ғой», дейді. Мен: «Иә, көріп келемін», дедім. Ішімнен қатты ашуландым. Бұл құдашамен алдын қарым-қатынасымыз жақсы болатын. Кейін күйеуім екеумізді бір-бірімізге жамандап ұрыстырып қоятын болды. Содан кейін онымен араласпай қойдық. Біздің онымен араласпай қойғанымызға ашуланып, маған қыр көрсетіп жүргендегісі болатын. Анамның үйіне тауарын апарып тастадым да, үйге келіп күйеуіме: «Сен көлік жүргізе аласың ба?» дедім. Сөйтіп едім, ол «Иә» деді. «Олай болса көлік аламыз. Ары-бері шықсақ та қыздармен жаяу жол жүру қиын. Әлгі бір туысымыздың баласы көлік әкеліп сатып жүрген. Соған хабарласып, бар жиған ақшамызды беріп, көлік сатып алдық». Сөйтіп, екі ортада көп ұзамай көлікті болып қалдық. Арада біраз уақыт өткен соң аяғым ауыр болды. Бірақ сол кезде барлығымыз қызылшаға қарсы екпе еккізген болатынбыз. Әйелдер дәрігеріне қаралып едім. Екпе еккеннен кейін көтерсеңіз, бала дұрыс жетілмей қалуы мүмкін. Тіпті дімкәс мүгедек болып туылуы да ықтимал, деді. Сосын ары ойланып, бері ойланып, ақыры жасанды түсік жасаттым. Әттең, осы баланы туып алсам деп едім. Оған дәрігерлер солай деген соң, амал жоқ, мүгедек болса да, өзі де, біз де қиналамыз ғой деп, осындай қадамға бардым. Алла өзі кешірсін. Күйеуім маған бала туып бермедім деп айтқан емес еді. Барлығына түсіністікпен қарады. Бұл жағдайға да түсіністікпен қарап, оның үстіне алдыңғы некесінен ұлы да қызы да бар болатын. Олармен хабарласып, көрісіп тұратын еді. Осылай ептеп ел қатарына қосыла бастадық. Бір басым екеу болып, иығымнан біраз жүк түскендей еді. Қасымда сенімді ер азаматым бар, қорғаным, сүйеншім дегендей. Бұл жігітке тұрмысқа шыққанда жасым 35-те болатын. Қазіргі таңда 50-ден асты. 15 жыл ынтымақтастықта, бірлікте, сыйласып өмір сүріп келеміз. Екеулеп қыздарымызды өсірдік, оқыттық, ел қатарлы ұзатып, құтты жеріне қондырдық. Бүгінде жиен немерелерім бар, басқа қалаларда тұрады. Бізге қонаққа келгенде бізді атау, апау деп еркелейді. Осыларды көргенде өткен өмірімнің бар қайғы-мұңын ұмытамын. Бұрын кім едім? Үйсіз, күйсіз, әркімнен бір қорлық көрген, жесір едім. Қазір Аллаға шүкір деймін. Осы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір. Анам қазір ақ жаулықты әже болып отыр. Немере көріп, шөбере сүйіп отыр. Інімнің қолында тұрады. Денсаулығы әлі де жақсы. Аллаға шүкір, бақуат. Басынан қанша қиыншылық өтсе де, бізді өсіріп, оқытып, шоқытып, қарап, осы күнге жеткізді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дегендей, аналарымыз аман болсыншы. Әңгімемді қорыта келе, өткен өмірім мен жылдар бойы ішімде сақтаған сырларымды ақтарып, сіздермен бөлісіп, жеңілдеп, жақсы болып қалған жайым бар. Жазушыға осы тағдырымды баяндап, әңгімелеп жатқанның өзінде бір жылап, бір күліп, біраз эмоцияға берілдім. Өткенімнен жаныма қатты батқаны, жолдасымның ерте қайтқаны. Содан кейін жаным жабырқап жүргенде, құдам мен құда баламның маған істеген масқара тірлігі жүрегіме қатты сызат түсіріп, жаныма өшпес жара салды. Мұны ешкімге айта алмадым. Амалым жоқ, оған тиісті жазасын бере алмадым. Оны көрмей кетейін десем, бөтен адам емес. Амал жоқ, той жиында көрісіп қаламыз. Сол кездерде түк болмағандай, әпше қалайсыз деп амандасады ғой. Осындайда бойымды қатты ашу ыза кернейді. Оны сойып салғым келеді. Көріспесем мүмкін уақыт өте келе ұмытылар ма еді, кім білсін. Қазір өзі қыз өсіріп отыр. Оған жамандық тілемеймін әрине. Бірақ жесірді жылатқан оңбайды дейді ғой. Алла барлығын көреді. Мені жылатып ренжіткеннің барлығын бір Аллаға тапсырдым. Бұрын таңым атпай, күнім батпай жалғыздықта жабырқап отыратынмын. Қазір Аллаға шүкір, екі жерде жұмыс істеймін. Жоғары дәрежем бар. Бар жағдай жасалған үлкен үйім бар. Астымда соңғы үлгідегі көлігім бар. Анда-санда анамның үйіне бара жатқанда, сол баяғы маған күлген құдашамды жол бойынан көріп қаламын. Қазір оның көлігі жоқ.
жаяу кетіп бара жатады. Жанынан сигнал бермей-ақ, күлмей-ақ өтіп кетемін. Мұның барлығын жалғыз өзімнің жетістігім демеймін. Жанымдағы ер азаматымның екеулеп жеткен биігіміз. Аллаға шүкір. Қазіргі уақытта құда жекжатым, дос-жаран, әріптестер, немерелерім бар. Өмір қарбалас. Таңның атып, күннің батқанын да байқамай қалып жатамын. Өзім кезінде ақ көйлек киіп тойым болмаса да, дегенмен өзім ұнатқан жігітпен көңіл қосып отбасын құрдым. Алайда қыздарымды абыроймен ата-ананың ақ батасын алып қолдан ұзаттым. Барған жерлерінде де ақ көйлек киіп тойлары болды. Аллаға шүкір, осы қыздарым аман жүрсін. Мен көрген қиыншылықтарды көрмесін деп тілеймін. Жасың келген сайын ақыл кемелденіп, мінезің де қалыптасады екен. Бұрын тілімнің ұшына келген сөзді жұтып қоятын жуас, аңғал, жасқаншақ болсам, қазір салмақты, мінезіммен мірдің оғындай сөздеріммен бірақ ататын болдым. Өмір шыңдады мені. Біреудің өткен өмірі дерсіздер, дегенмен көпшілікке ой салар дүние болды деп ойлаймын. Әңгіменің соңы. Оқиғаны жазып шығарған және дыбыстап оқыған Жазира Төлешова. Амандықта болайық.